Құрметті мектеп қауымдастығы, Ұлы дала ақындары жоба аясында Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылығына арналған Адамдық борышың атты челленджді бастаймыз. Шәкәрім Құдайбердіұлы, анық пен танық. Ойлаңыз, ақыл білім қайда болмақ? Денеде қандай орын жайда болмақ? Білу, нану, ұнату, ақыл ісі. Қайтсе зиян, қайткенде пайда болмақ. Тән сезіп, құлақ естіп, көзбен көрбек. Мұрын иіс, тіл дәмнен хабар бермек. Бесеуінен мидағы ой хабар алып, жақсы жаман әрісті сол тексербек. Жарайды деп ұнаса бас иземек, жек көрсе жиіркеніп дірілдемек. Жүрегіңнің тілі жоқ, ымбалы сол, ұғып ал да бола көр соған көмек. Қазақта жоқ ақылмен ой бекітпек, нәпс ұнаса болғаны бәрі бітпек. Тәуекел деп ат қойып ықтималға, байлау жоқ нәрседен пайда күтпек. Табамын деп талпынып ойын алмақ, өз әлінше одағы сынға салмақ. Аз ойланса қазақтың басы қатып, зиян істі пайда деп қойып қалмақ. Ықтималдың есігі екеу болмақ, ішіне пайда, зиян бәрі толмақ. Нысананы сығалап дәлдеп атпай, көзін жұмып оқ атқан қайтып оңбақ. Ысы қылады таптың деп біздің қазақ, онан көрген пайдасы болады азақ. Аяғында ол ісі зиян шығып, көрінгенге күлкімен болар мазақ. Шолақ ойдың аяғы осы болмақ, біраз күнге көңілдің хошы болмақ. Арсыз, арам, асығыс, айлы кестік, мұның бәрі шайтанның досы болмақ.